Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Жүніс Сахиевтің дабыл фантастикалық әңгімесі. Бүгін біз сабақта осы әңгіме негізінде сюжеттік желісін талдай отырып прологты анықтайтын боламыз. Ғарыштан келіп, жер атмосферасына іліккен созылыңқы тамшы пішінді үлкен тас таң сәрідегі шырт ұйқыда жатқан ауыл үстінен ысқыра ағып өтіп, тау аңғарын жанай ұшып, жолындағыны күйдіріп, сыдырып барып, қара жерге жантая қадалды. Осы мәтін үзіндісі сіздің көз алдыңызға нені елестете алды? Менің ойымша, мына сурет. Ендеше осы мәтін үзіндісі әңгіменің прологы болып есептеледі. Пролог дегеніміз не? Грек тілінен алғанда алғы сөз. Көркем шығарманың оқиға мазмұны мен мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе бөлімі. Ол шығарма идеясын дұрыс түсіндіреді. Ендеше біз прологтың әңгімедегі маңызын түсіндік. Әңгімеміз осы тас туралы болмақ. Ғылыми тілде айтқанда бұл тасты метеорит деп атаймыз. Метеориттар әдетте темір мен никельден тұратын шам мен тастақтар бөліктері. Олар метеорлардың астероид бөлшектерінің соқтығыстарынан, асқын жаңа жұлдыз жарылыстарының түзілуі немесе планеталардың құрылуы барысында қалдықтар болуы мүмкін. Кейбір метеориттер кометалардың тастақты ядроларынан да түзіле береді. Ендеше біз сюжеттік желі бойынша әңгімені талқылайық. Бірінші бөлім. Ауыл ортасын қақ жарып өтетін үлкен көшенің оңтүстік-шығыс жағындағы екі қабат үйдің шамы бүгін ерте жанды. Оның басты себебі осы үй иесі Төленнің туған інісі Жасағанның алыс Астанадан келуі еді. Құрметті оқушылар, біз сіздермен сұрақ қоя отыра, жауап бойынша сюжеттік желіні талдаймыз. Жасағанның ауыл адамдары алдында беделі неліктен жоғары? Жасаған жасы 50-ден асқан, орта бойлы, шашы сиреген, қыр мұрынды, қой көзді кісі. Қазаққа белгілі түрколог, ғылым докторы. Жұмысы әркез қауырт өтіп жатқаны. Қазақ халқының қоныс тепкен ата жерінің талай-талай құпия сырларын ашқан ол жаңалықтың шегі болған ба? Жасаған уақытын бос жіберген жан емес. Қай кезде де ой үстінде жүргені. Оның еңбегі еленбей қалған емес. Халқының сүйікті азаматтарының бірі. Осы ауылда оның ағасы Төлен ғана емес, күллі ел болып құрмет тұтып қарсы алады. Інісіне деген сағынышын Төлен қалай білдіреді? Төлен інісінің әр келгенінде қуанышын қайда қоярын білмей тыпыршиды. Бұл жолы да сондай әрекет жасаған еді. Төлен бүгін таңертең ерте тұрып, малын қарап, өзенді аңғарға апаратын жол заттарын түгендеген болатын. Жасаған Төленмен бірге қораға барып, сойырға дайындалған қойды алысып шығады. Сол кезде оның артынан гүрілдеген дауыс шығады. Бұл Төленнің құрдасы Қазекен арнайы тауға ыңғайланған, дөңгелекпен де адымдап та жүре алатын 5 аспап көлігімен жетеді. Ал Төленнің үйіне келгендер кімдер? Олардың бастаушысы Бойшан, арық, шашын сол жағына жантайта қайырған, көзілдірік таққан сары кісі Әбен. Және оның жолдасы орта бойлы, мұртты, қыр мұрынды, дауысы гүрілдеп шығатын Таңатар. Онан кейін түскендер осы 3 еркектің әйелдері. Бірі дөңгелек жүзді, тәмпіш мұрын, арық келген Айгүл. Екіншісі орта бойлы, арық, бірақ жүзі реңді, бетінде шамалы секпілі бар Ұлдай. Үшіншісі дөңгелек жүзді, толық бет, балық ауыз, бота көз Әсел. Айгүл Әбеннің, Ұлдай Қазекеннің, Әсел Таңатардың жұбайы. Бұлар бір-бірімен жиі араласатын туыстар, және бұлар Төлен мен оның әйелі Перузаттың жолдастары екен. Олар қайда жолға шықты? Көлік Ақтауға қарай бет алды. Міне бұл бірінші бөлімнің аяқталуы. Екінші бөлімге келейік. Көлік ішіндегі көтеріңкі күй. Көлік ішіндегі отырғандар әйелдер де, ер адамдар да көңілдеп. Әйел жағы әндетіп қоя берді. Жасаған мен табиғат. Ән мен табиғат астасып, алыстан әсем Астанадан келген Жасағанның жан дүниесін тербетеді. Ол ойға шомып, айнала төңіректі көзімен шолып өтті. Өзінің балалық шағын еске алады.
Камераға түскен аңғардың әсем көріністері. Балалық шақтан таныс үлкен сай аңғарына қарай бұрылғанда, жасаған көлік терезесінің бірінен ақтаудың ұшар басын қарады. Ол да мұның келе жатқан жыл қабылдағандай. Күн сәулесін шағылысып, әсемдене тәкаппарлана түскендей. Жасаған шыдап отыра алмады. Иығындағы фото-кино бейне камерасын алып, тау табиғатын түсіріп алды. Көлік қия жолмен жылжып, үлкен иектен аса бере камера тетігін тағы да басты. Заманымыздың нағыз түйесі. Көлік өзен жағасына жетіп тоқтап, сәл кідірді, аяқтан түсіріп, адымдап баса жөнелді. Су оның сирағынан да келген жоқ, бірақ өзен арыны қатты, қойтастар көп еді. Көлік аяқтары қойтастардың арасынан күмп-күмп етіп түйеше теңселді. Міне заманымыздың нағыз түйесі деп рахаттана күлді Танатар. Тегіс алаңдағы тіршілік. Көлік теңселе арғы бетке жетеді. Қазекен бір тетікті басқанда ол түйеше шөгіп барып дөңгелектеріне жатты. Енді жұмсақ жылжып әбен көрсеткен тегіс алаңға тоқтады. Бұл ауыл тұрғындарының жиі демалыс өткізетін орны еді. Іштегілер бір-бірлеп сыртқа шықты. Жолдан мінген қасапшы Бөрбай қойды құшақтай көтеріп алды да өзен жағасына апарып, аяқтарын жіңішке арқанмен байлады. Айгүл мен Олдай оған көмекке кетті. Қалғандар көліктің екінші қабатында 6 қанат ақ үйді түсіріп тігуге кірісті. Жасағанның ғылымдағы зерттеулері. Тауға шыққан қонақтар қуырдақ жеп, шай ішіп болғаннан кейін әңгімелердің арасында жасаған өзінің ғылымдағы зерттеулерін тоқтайды. Ол былай дейді: мен де өзімнің өмірлік кәсібімдегі жетістіктермен көшейін. Түркологияның ескерткіштері оңай ғылым емес екенін өздеріңіз де білесіздер. Мен талас жазба ескерткіштері мұқият зерттеп келемін. Әрине, өздеріңізге бұрыннан белгілі Орхон-Енисей талас жазба ескерткіштерінде 6-8 ғасыр тұсындағы түркі қағандары мен бектерінің, алып батырларының басынан кешкен ерлік жорықтары сөз етіледі. Ал біздің о басынан іздеп келе жатқанымыз жалпы түрік мәдениетіне ортақ. Осы мұралар тілінің қоры қазақ тілінде қаншалықты сақталғанын анықтау болатын. Бұл мақсат бұрыннан барды. Ал бірақ осы жазуларды ғалымдар түрлі саққа жүгіртті. Тіпті кейбірі бұл жазуды сырттан келген деп те қашыратты. Ал бүгінде біз оның халқымыздың төл жазба таңбасы болғанына көз жеткіздік дейді. Ежелгі қазақ таңбасы. Ежелгі қазақ таңбасын қай-қайсымызда білуге міндеттіміз. Бұл сөздерді нақтылау үшін жасаған оның өзінің әулетіндегі төлең де, ол да басқасының барлығы да осы ежелгі қазақ таңбасында жаза алатын, оқи алатындығын айтады. Ал осы жуық арада сол алфавитті шығарып, ел жұртың барлығы білсе, нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ кейбіреулер оған соның не қажеті бар, бүгінгі әрпіміз жетпей ме деп қалатындар бар. Ал әріптік таңбасы жоқ ұлт қандай ұлт болмақ деп жасаған өзінің ойын білдіреді. Екінші бөлім осымен аяқталады. Ендеше оқушы, сізге тапсырма, жоспар жазыңыз. Сіз хрестоматияда берілген 3-4 бөлімдерді түсініп оқисыз, және осы оқыған бөлімдеріңізге сай жай жоспар жазасыз. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сізге сәттілік тілеймін.